Сәлем достар, бүгін біз карамельный пирог пісіретін боламыз. Пирогтың қамырын дайындау үшін бізге жұмыртқа, жұмсақ сары май, қамыр қопсытқыш, қант, ұн қажет болады. Осы құрамды келесі ретпен салып араластырамыз. Бөлме температурасындағы 100 грамм сары майға 50 грамм қантты қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін 1 шай қасық қамыр қопсытқышпен еліктен өткізілген 200 грамм ұнды қосамыз да 1 жұмыртқа салып, қолмен жақсылап, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болып кетпеуі керек. Дайын болған қамырды ыдысқа салып, бетін жауып 10 минутқа тындыруға қалдырамыз. Қамырын істеп болғаннан соң, келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін 360 грамм вареная сгущенкаға 2 жұмыртқа және 250 грамм 20% қаймақ қосып, оның бәрін бірге араластырамыз. Салмамызды арнайы формаға жайып алып, үстіне салмасын құйып 170 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа қойып пісіріп аламыз. Қаласаңыз, үстіне арахисовое хлопья себуге болады. Осындай карамельный пирог дайын болды. Назарларыңызға рахмет.